Сәлем достар, бүгінгі сабақта осы жылғы кешенді тестілеуде келген слифтарға разбор болады. Және де жиі келіп жатқан тақырыптар, олар алғашқы функция, туынды, дәреженің соңғы цифрын табу, эйлер вен диаграммасы, үшбұрыштар, төртбұрыштар, квадрат, трапеция, мәтін есептер, теңсіздіктер мен теңдеулер сынды тақырыптарға көптеп есептер келіп жатыр екен. Маған жеке слифтарды жіберіп көмектесіп қолдау білдіріп жатқан оқырмандарыма алғыс білдіремін. Және де алғашқы функция мен туындыға қандай да бір слиф есептер болса, мен WhatsApp нөмірімді қалдырдым, соған жіберіп мені қолдасаңыздар болады. Яғни алғашқы функция мен туындыға есептерді шығарып тағы да сабақ түсіріп көрсететін боламын. Ал дәреженің соңғы цифрын табу деген тақырыпта менде екі сабақ бар, соны көріп тез оңай үйреніп алуға болады. Ал эйлер вен диаграммасын қазір есеп шығарып көрсетемін. Ал үшбұрыштар, төртбұрыштар, квадрат, трапеция, яғни геометриялық фигуралардың қасиеттерін, формулаларын, яғни ауданның формуласы, периметрін табу формуласын біліп алсаңыздар, қасиеттерін біліп алсаңыздар, бұл есептерді шығару жеңіл болады. Бұл тақырыпта тек базовый деңгейдегі есептер келеді, өте қиын күрделі есептер келмейді. Сондықтан осындай жақтарын жаттап алсаңыздар болғаны. Мысалға, үшбұрыштардың үш түрі бар, тең қабырғалы үшбұрыш, тең бүйірлі үшбұрыш және де тік бұрышты үшбұрыш. Сонымен қатар үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең деген сияқты ережелерді біліп алған жөн. Сол кезде есеп шығару оңай болады. Бұлардың әрқайсына сабақ түсіріп отыруға менде уақыт тапшы болып тұр, алайда жеке түсіріп әр тақырыпта түсіндіріп сабақ алдағы уақытта саламын. Мәтін есептерді теңдеу құрып шығаруға болады, және де жауап арқылы тауып алуға болады. Теңсіздіктер мен теңдеулерді көрсеттім, жауап арқылы табуға болады, немесе теңдеудің өзінің шығару жолы бар, сол арқылы да шығарып тауып алуға болады. Ал теңсіздіктердің жауап арқылы таба алмаймыз, оның да өзінің шығару жолын білу керек. Енді слиф есептерге разбор жасайық. Жалпы 100 адам бар, 68-інде ноутбук бар, 55-інде компьютер бар, 28-інде екеуі де бар, 5-інде ештеңе жоқ. Қаншасында тек ноутбук барын тап дейді. Бұндай есептерді шығару үшін біз эйлер вен диаграммасын пайдаланамыз, яғни мынау бізде эйлер вен диаграммасы деп аталады. Н дегеніміз бұл ноутбук, К деген компьютер, ноутбук бар адам ол 68, мұнда жазамыз, компьютер бар адам 55, ал екеуінде де бар, яғни ноутбукта бар, компьютерде бар адамдар саны 28, оны ортасына жазып қойдым. Және 5-інде ештеңе жоқ дейді. Енді бізде барлығы 100 адам деп тұр. Енді тек ноутбугі бар адам табу үшін 68-ден 28-ді, яғни мына 28 азайтып істейміз, сонда 40 болады. Тек компьютері бар адам табу үшін 55-тен осы 28 азайтып 27 болады. Есептің дұрыстығын тексеру мақсатында былай жазып аламыз, яғни тек ноутбугі бар адам 40, тек компьютері бар адам 27, және екеуі де бар адамдар саны 28, ал ештеңесі жоқ адамдар 5. Барлығын қоссақ бізде 100 адам шығып тұр, яғни мына жалпы 100 адам бар деген бізде орындалып тұр. Демек бізде жауабы есеп шығарғанымыз дұрыс болып тұр, яғни тек ноутбугі бар адамдар олар 40 адам екен. Келесі f z тең z квадрат минус z бөлінген 2 болса, онда f шашашын x минус 2-ның мәнін табыңыз дейді. Яғни бұндай есептер келген кезде мына x минус 2-ні z-тің орнына қойып шығаратын боламыз. Сонда z тең x минус 2 деп аламыз. Енді z-тердің орнына осы x минус 2-ні қойып шығамыз. Барлық жердегі z-тің орнына x минус 2-ні қоямыз. Сонда f x минус 2 тең болады. Мұнда z квадрат деп тұр. Z-тің орнына x минус 2-ні қоямыз. Сыртына квадраты азайтылған z-тің орнына x минус 2-ні жазамыз, бөлінген 2. Енді f x минус 2 тең дейміз да, ал мынау қысқаша көбейту формуласына келеді, яғни a минус b-ның квадратына келеді. Сол бойынша ашып жазып аламыз. Сонда x квадрат минус 4x плюс 4 болады. Азайтылған мынаның өзі көшіріп жазамыз, яғни x минус 2 бөлінген 2 болады. f x минус 2 тең. Енді біз ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Ортақ бөлімдер 2. Мына барлығында бөлімде 1 деген сан бар, ол көрінбейді.
Сондықтан 2-ні 1-ге бөлсек 2, сондықтан мынау бізде 2х квадрат болып кетеді. Азайтылған 4х-қа да 2-ден келеді, сонда ол 8х болады. Плюс 4-ке де 2-ден келеді, ол плюс 8 болады. Азайтылған х-тің өзі мына 2 минус плюс болып кетеді да, плюс 2 деп жазылады. Сонда fx минус 2 тең, ары қарай ықшамдайтын болсақ, х квадрат минус 7х бөлінген 2 плюс 5 болады екен. А шамасы мен Б шамасы. А шамасында f минус 2 тең 2х квадрат плюс 3х. Ал Б шамасы f1 тең 3х квадрат минус х квадрат дейді. Енді бұндай есептер келсе, f-тің жанындағы санды х-тің орнына қойып шығарамыз. Сонда мында менде минус 2 берілген, яғни минус 2-ні мен мына х-тардың орнына қойып арғай шығаратын боламын. Сонда 2 көбейтілген минус 2-нің квадраты плюс 3 көбейтілген минус 2 болады. Минус 2-нің квадраты 4-ті береді, 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. Ал 3 пен минус 2-ні көбейтсек минус 6-ны береді. Сонда 8 азайтылған минус 6 болды. Ол бізде 2-ге тең болады екен. Келесі f1 тең 3х квадрат минус х квадрат. Бұл жағдайда f-тің жанында 1 деген сан тұр, яғни х-тың орнына 1-ді қойып шығарамыз. Сонда 3 көбейтілген 1-дің квадраты азайтылған 1-дің квадраты тең 2 болады. Яғни 3-тен азайтыламыз 1-ді тең 2. Сонда А шамасы мен Б шамасы өзара тең болады. Яғни А тең Б деген жауапты белгілейсіздер. Енді алғашқы функция мынадай үлкен f-пен беріледі. Үлкен f-тен мысалға fx тең 2х куб минус 3х берілсе, одан біз туынды алу арқылы мына функцияны таба аламыз. Яғни туынды алатын болсақ 6х квадрат минус 3 болады. Осы 6х квадрат минус 3-тің алғашқы функциясын тапсақ, қайтадан мына 2х куб минус 3х өзі шығатын болады. Енді тағы да Эйлер-Вен диаграммасы бойынша есеп берілген. 50 адамның 17-сі классика, 10-ы рэп, ал 9-ы классикада рэпте тыңдайды. Екеуінде тыңдамайтындар қанша дейді. Тек классика тыңдайтындар 17, ал рэп тыңдайтындар 10. Екеуінде тыңдайтын 9 деп мұнда жазып қойдым. Енді тек классика тыңдайтын адамдарды табу үшін 17-ден 9 азайтып тастаймыз. 17 азайтылған 9 тең 8 болады. Одан кейін тек рэп тыңдайтындар табу үшін 10-нан 9 азайтамыз. Сол кезде 10 азайтылған 9 тең 1 болады. Енді бізде жалпы 50 адам берілген. 50 адам бар, 50 адамнан азайтамыз тек классика тыңдайтын, тек рэп тыңдайтын және де екеуінде тыңдайтын адамдардың санын. Сонда бізде тек классиканы тыңдайтын 8 адам, плюс рэп тыңдайтын 1 және де екеуінде тыңдайтын 9 адам бар. Соларды қосамыз, қоссақ бізде 18 шығады. Сонда 50-ден 18 азайтамыз, 32 болады. Яғни екеуінде ешқайсын тыңдамайтындар, олар 32 адам екен. Келесі мұнда тек бір бұрышының градус берілген, 70 градус, және де мұна x-ті тап деп берілген. Мұна 55-55 дегенде жазылмаған, және де екі бүйірі тең деп есеп шарты бойынша берілген. Енді бұл бізде тең бүйірлі үшбұрыш болып тұр. Өйткені мұна екі бүйірі қабырғасы бір-біріне тең деп тұр. Яғни бұл тең бүйірлі үшбұрыш болады. Және де үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус. Соны пайдаланамыз. Сонда 180-нен 70-ті азайтатын болсақ, бізде 110 шығады. Ол мұна екі бұрыштың қосындысын беріп тұр. Енді әрқайсын табу үшін бізде мынадай қасиет бар. Тең бүйірлі үшбұрыштардың бүйір қабырғалары тең және бүйір бұрыштары бір-біріне тең. Сондықтан біз 110-ды 2-ге бөліп тастаймыз. Сонда 55-тен тиеді екен. Енді мына жердегі x-ті табу бізге оңай болады. Қараңыздар, мына жаққа бөлек сызып қойдым. Мына жағы 55 болса, екінші мына жағын табуымыз керек қой. Бұл жер бізде x болып тұр. Енді мынау бізде жазыңқы бұрыш болып тұр. Жазыңқы бұрыш 180 градусқа тең. Сонда 180 градустан 55 градус алып тастасақ, 125 шығады. Яғни x-тің мәні 125-ге тең деген сөз. Келесі мынадай тікбұрышты үшбұрыш берілген, және бисектрисі жүргізілген, және де мына жаққа биіктік жүргізілген. Биіктікке мән бермейміз, тек бисектриса арқылы мына жердегі x-тің мәнін табуға болады. Енді қараңыздар, мұнда тікбұрышты үшбұрыш болғандықтан мына бұрышы бізде 90 градусты береді, ал мына бұрыш 40 градус. Сонда біз келесі үшінші бұрышты тауып алу үшін жалпы берілген 180 градустан азайтамыз, 90 плюс 40-ты тең бізде 50 шығады. Яғни ол мына бұрыш болады екен.
Енді бұл үшінші бұрышын тауып алдық, 50 болды. Енді бисектриса дегеніміз осы бұрышты бізде қақ екіге бөледі. Яғни қақ екіге бөлсе 50-ді 2-ге бөлсеміз 25. Сонда мына бұрышы 25, мына бұрышы 25 градусты береді. Енді біз тек мына қызылмен тұрған тік бұрышты үш бұрышты қарастырамыз. Ол міне мына жаққа жеке сызып қойдым. Енді мына жағы 25 градус болып алды, ал мынау бізде 90 градусты береді. Тік бұрыш болғандықтан ол 90 градус. Енді мына екісі табу керек. Дәл жаңағыдай жалпы үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 ғой. 180-нен азайтамыз. Мынау 90 қосылған 25-ті. Сол кезде мынау x-тің мәні бізде 65-ке тең болады екен. Келесі x көп кіші немесе тең -125. X көп кіші немесе тең 125 ол 5-тің кубын береді, ал -125 ол -5-тің кубын береді. Сонда екі жағында да куб болғандықтан қалдырып кетеміз. Сонда x кіші немесе тең -5 болады. Яғни жауапта x кіші немесе тең -5 деген жауапты белгілейміз.